Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен мини лепешканың рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге 400 грамм жылы су, 400 грамм жылы сүт, 80 грамм ерітілген сары май, 2 шай қасық қант пен 2 шай қасық тұзды саламыз. Он 15 грамм дрожжымызды салып, жақсылап араластырамыз. Тұз бен қант жақсылап еріп болғаннан кейін 1450 грамм ұнымызды 2 бөлікке бөліп, қамыр илейміз. Қамыр орташа тығыздықта иленеді. Арасында ешқандай да комок қалып кетпеу керек, жақсылап илеңіздер. 50-60 минутта жылы жерде ашытуға қоямыз. Көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз өте керемет болып ашыды. Енді осыны 9 бөлікке бөліп, 250-260 граммның жобасында 9 бөлікке бөліп аламыз. Дәл видеодағыдай жақсылап бөліктерге бөліп домалақтаймыз. Қамырымызды осылай ішіне қайтара отырып, домалақ форма жасаймыз. Дайын болған қамырларымызды пергаментке орналастырып, үстіне салафан пакеттик жауып, 15-20 минут расстойкаға, яғни көтерілуге қоямыз. Көріп тұрғандарыңыздай көлемі үлкейді. Енді осылай саусақтың көмегімен нанның ортасын басып шығамыз. Жақсылап басып шығыңыздар. Ортасын басып шыққаннан кейін енді вилканың көмегімен көтеріліп кетпес үшін осылай кесіп шығамыз. Бір жұмыртқаның сарысын алып, үстіне бір ас қасық сүтімізді құйып, осылай нанның бетіне бір келкі етіп жағып шығамыз. Қалауларыңызша күнжіт, мак сеуіп шықсаңыздар, әдемі болады. Дайын болған лепешкаларымызды алдын ала қыздырылған 190 градустағы печкамызда 25 минуттай пісіріп аламыз. Өте дәмді, керемет болып шығады. Үйде жасап көріңіздер. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге тоғжан ас болсын.